Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы. Сіздермен бірге мен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз жүрек етінің физиологиялық қасиеттеріне арналған сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы еске түсіріп өтсек, жүрек етінің 4 физиологиялық қасиеті бар еді. Олар қозғыштық, қозу өткізгіштік, жиырылғыштық және автоматизм қасиеттері. Өткен сабақтарымызда біз қозғыштыққа, автоматизм мен өткізгіштік қасиеттеріне тоқталып өттік. Бұл жолғы сабағымыз жүрек етінің жиырылғыштық қасиетіне арналады. Жалпы жиырылғыштық дегеніміз не? Жиырылғыштық дегеніміз бұл жүрек кардиомиоциттерінің өздеріне келген импульске жиырылу арқылы жауап беру қасиеті. Ол бізде арнайы кардиомиоциттердегі жиырылғыш филаменттердің қатысуымен, яғни олар бізде миозин және актин белогының қатысуымен жүреді. Жалпы кардиомиоциттерде осы екі түрлі белок орналасады, басқа да ет, қаңқа ет талшықтары секілді. Және бұлардың бір-бірімен байланысуы бізде жүрек еттерінің қысқаруына алып келеді. Яғни тыныштық жағдайында бізде актин мен миозин арақатынасының схемасы осылай болса, ал жиырылу кезінде актин белоктары миозиннің орталығына қарай бағытталып жылжиды, және бұл жалпы жүрек еті талшықтарының қысқаруына алып келеді. Жалпы төмендегі суретке қарасақ, бұл жерде бізде актин мен миозин байланысатын учаскенің үлкейтілген схемасы. Яғни жоғарыда тұрған бұл актин белогы, төменде миозин белогы. Актин белогы жалпы фотодан көріп тұрғанымыздай, бұл жерде глобулярлы белоктардың, яғни шар тәрізді белоктардың тізбегінен тұратын қос спираль тәрізді белок болып табылады. Және бұл глобулярлы белоктық құрылымдарда миозин басымен байланысатын арнайы миозиндік учаскелер бар. Олар бізде қызыл түспен берілген. Бірақ тыныштық жағдайында, яғни жүрек еттерінің босаңсып тұрған кезінде бұл учаскелер бізде арнайы тропомиозин деген белокпен байланысып жатады. Және бұл байланысу оның актин белогының миозин басымен бірге байланысуына кедергі жасап жатады. Яғни тропомиозин белогы бізде актин мен миозиннің байланысуына кедергі жасайтын белок болып табылады. Және оның бойында бізде арнайы тағы тропонин деген белок бар. Бұл тропонин белогы 3 суббөліктен тұратын белок болып табылады. Ол суббөліктері бізде тропонин С, тропонин А және тропонин Т деп аталады. Бұл 3 суббөліктің ішінен бізде тропонин С суббөлігінің маңызы зор. Себебі бұл тропонин С белогында кальциймен байланысатын участкі бар. Және бұл бізде жиырылғыштық кезеңінде өте маңызды рөл атқарады. Оны біз қазір әрі қарай талқылау барысында тағы толық айтып өтетін боламыз. Сонымен қатар миозин белогының басында бізде арнайы АТФ молекуласымен байланысатын участкі болады. Және ол тыныштық жағдайында АТФ молекуласымен байланысқан күйде болады. Және бұл байланыс бізде өз кезегінде миозин басының актинмен байланысуына кедергі жасайды. Яғни тыныштық жағдайда бізде жалпы жиырылғыш миофибрилалардың жағдайы осындай болады. Енді бізде жиырылғыштық қалай жүреді? Жиырылғыштық жүру үшін бізде миозин белогы АТФ молекуласынан босау керек, ал актин белогының миозиндік учаскелері тропонин-тропомиозин комплексінен босау керек. Актин белогындағы тропонин-тропомиозин белогының конформациясын өзгерту бұл, яғни миозиндік учаскелердің ашылуына алып келеді. Ал бұлардың конформациясы қалай өзгереді? Бұл конформациясын өзгерту бізде тропонин С белогының кальций иондарымен байланысуы кезінде жүреді. Яғни егер бізде кардиомиоцит жасушасының цитоплазмасында кальций иондарының деңгейі артатын болса, яғни бұл артық кальций иондары келетсе, тропонин белогындағы тропонин С суббөлігіндегі өзінің кальций рецепторларымен келіп байланысады. Және бұл байланыс бізде тропонин-тропомиозиндік комплексінің конформациясының өзгеруіне алып келеді. Сәйкесінше бізде тропонин-тропомиозин белогы өзінің конформациясын өзгертетсе жылжып, яғни миозиндік учаскелердің босауына алып келеді. Яғни бізде тропонин миозиндік учаскелер тропонин белогынан босады. Тропонин-тропомиозин комплексінен. И енді әрі қарай бізде дәл осымен бір уақытта АТФ молекуласы АТФаза ферментінің әсерінен ыдырайды. Неге ыдырайды? АДФ, аденозин дифосфат және фосфор қышқылының қалдығына дейін ыдырайды.
бірақ әлі де бұл өзінің миозин басымен байланысқан күйін сақтайды, бірақ бұл байланысқан күй оның өзінің миозиндік учаскелерімен байланыс орнатуына енді кедергі жасай алмайды. Сол себепті де келесі этапта бізде актин мен миозиннің бір-бірімен байланысуы жүзеге асады. Байланысу бұл бізде 90 градус деңгейінде жүріп тұр. Яғни актин учаскелері мен миозин басы бір-бірімен 90 градус жасап байланысты. Яғни әрі қарай енді бізде миозин басының орталыққа қарай жылжуы жүреді. Яғни енді байланыс 90 градус байланыс 45 градусқа өзгереді. Яғни бұл миозин басының бұлайша орталыққа қарай жылжуы ол актин белогының орталыққа қарай тартылуына алып келеді. Яғни тартылып жатыр. Орталыққа қарай тартқандықтан бізде әрине оның актин белогының ұзындығы қысқарады. Бұл арнайы саркомердің қысқаруына алып келеді, ал саркомер қысқарғандықтан жалпы ет талшығының ұзындығы қысқарады. Жалпы жиырылу бізде осылай жүреді. Енді әрі қарай бұл жиырылудан соң ет талшықтары қайтадан босаңсу керек, дұрыс па? Босаңсу бізде қалай жүреді? Жалпы миозин басы 90 градустан 45 градусқа жылжып бастаған кезде бізде онымен байланысып жатқан АДФ плюс фосфор қышқылының қалдығы бізде миозин басынан босап шығады. Дәл осы сәтте АДФ молекуласының босаңсуы оның әрі қарай цитоплазмада АТФ молекуласының түзілуін стимулдайды. Бұл түзілген АТФ молекулалары енді қайттан өзінің миозин басындағы АТФ учаскелерімен байланысады, және бұл байланысу оның актин учаскелерінен босап шығуын қамтамасыз етеді, яғни байланысты үзеді. Қайтадан ол бастапқы бірінші сатысындағы жағдайға алып келеді. Дәл осы кезде сонымен қатар бір уақытта кардиомиоциттердің цитоплазмасындағы кальций иондарының төмендеуі болады. Яғни бұл төмендеуі енді тропонин-тропомиозин комплексінің, яғни ол бізде конформациясы өзгерген күйде кальциймен байланысқан күйде тұрады. Яғни бұл жерде кальциймен байланысқан күйде еді, бірақ енді жағдайда кальций иондарының концентрациясы төмендегендіктен бұл байланыс бізде үзіледі. Үзілгендіктен қайтадан тропонин-тропомиозин комплексі өзінің актиндегі миозиндік учаскелермен байланысын қайта қалпына келтіреді. Дәл осылай бізде бастапқы тыныштық күйіне оралады. Миозин басы бізде қайтадан АТФ молекуласымен байланысады. Актин белогы өзінің қайтадан тропонин-тропомиозин белогымен байланысқан күйіне қайтып оралады. Сәйкесінше актин мен миозиннің байланысуы үзіледі ет талшықтары босаңсиды. Яғни бізде бұл кардиомиоциттердің жиырылу босаңсу механизмінде біз екі маңызды орынды көріп отырмыз. Бұлар яғни жиырылу үшін бізде кальций иондарының концентрациясы керек болды. Концентрациясының артуы сонымен қарай АТФаза ферментінің белсенділігі керек, чтобы АТФті АДФ және фосфор қышқылының қалдығына дейін ыдырату үшін. Ал босаңсу механизмінде басты рөл бізде ол АТФ энергиясының синтезіне тәуелді болып табылады. Яғни бірінші жиырылуды қарастырсақ, жиырылу кезінде кальций иондарының концентрациясының артуы қалай жүреді? Жалпы бізде бұл фотода схематичный кардиомиоциттердің, дәлірек айтсақ, саркомердің құрылымы берілген. Бұл саркомерде, яғни сыртынан қаптап отқан сарколемма қабығы, яғни кардиомиоциттердің жасуша қабығы. Бұл қабықтың кардиомиоцит цитоплазмасына тереңдеген осындай бөліктері болады. Бұны бізде Т түтікшелер деп атайды, яғни пішіні Т әрпіне ұқсас болғандықтан бұны біз Т түтікшелер деп атаймыз. Және бұл Т түтікшелерде негізінен кальций иондарының жоғары концентрациясы бар. Бізде бұл жиырылас кардиомиоциттерге өткізу жүйе арқылы синатриалды түйіннен импульс келетін еді. Сәйкесінше бізде бұл жерде әрекет потенциалы болады. Әрекет потенциалының екінші кезеңі, яғни
плато сатысында бізде білеміз, бұл кезде кальций иондарының кальций каналдарының ашылуы жүретін. Бізде бұл жерде сарколеммада L типті кальций каналдары бар. Яғни осы L типті кальций каналдарының ашылуы жүретсе, түтікшелерде кальций иондары бізде кардиомиоцитің цитоплазмасына өтеді. Бірақ бұл кірген кальций иондарының концентрациясы бізде жиылғыштықты қамтамасыз ету үшін әлі де жеткіліксіз. Яғни бізге тағы да қосымша кальций иондары керек. Тағы қосымша кальций иондарын біз қай жерден аламыз? Ол бізде кардиомиоцитің өзінің цитоплазмасында болатын арнайы саркоплазмалық ретикулум арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл саркоплазмалық ретикулумда тыныштық жағдайында кальций иондарының қоры болады, депосы яғни. Және бұл саркоплазмалық торда арнайы кальций иондарымен байланысатын рецепторлар бар. Оны біз реанодиндік рецепторлар деп атаймыз. Яғни реанодиндік рецепторларға L типті кальций каналдары арқылы жасуша ішіне кірген кальций иондары кеп байланысады. Және бұл байланыс бізде саркоплазмалық ретикулумнан қосымша кальций иондарының босап шығуын тудырады. Яғни дәл осы сәтте бізде уже кардиомиоцитің цитоплазмасында жеткілікті мөлшерде кальций иондары жиналады. Және бұл кальций иондары келетсе, жаңағыдай тропонин С биологындағы өзінің учаскесімен байланысып, ол тропонин-тропомиозин биологының конформациясының өзгеруіне алып келеді. Сәйкесінше актин мен миозиннің байланысуына ыңғайлы жағдай жасайды. Жалпы механизм осылай жүреді. Енді босаңсу сатысына келсек. Босаңсу сатысы бізде бұл кардиомиоциттің әрекет потенциалының төртінші кезең, яғни тыныштық жағдайына сәйкес келеді. Тыныштық жағдайында не болады деп еске түсірсек, бізде қозғалыштық тақырыбын айтқан кезімізде біз айтқан болатынбыз. Тыныштық жағдайында кардиомиоциттер мен жасушааралық кеңістіктегі иондардың бастапқы тепе-теңдігінде қайта қалпына келу керек. Яғни жасуша ішіне енген кальций мөлшерінің концентрациясы артқан болса, тыныштық жағдайында енді қайта біз кардиомиоциттің цитоплазмасындағы кальций иондарын төмендетуіміз керек. Бұл қалай жүреді? Яғни бізде жаңа айттық саркоплазмалық ретикулум. Саркоплазмалық ретикулум бұл бізде кальций иондарының депосы болып табылады. Және бұл депода бізде арнайы АТФ энергиясына тәуелді кальцийлік насос бар. Яғни босаңсу сатысында бізде бұл насос АТФ энергиясын пайдалану арқылы кардиомиоциттің цитоплазмасындағы жоғары кальций иондарын қайттан өзіне тарта бастайды. Яғни энергия пайдалану арқылы ол қайтадан өзіне кальций иондарының қорын жинақтайды. Бұл бірінші механизм, яғни бұл цитоплазмада кальций иондарының қайта төмендеуіне ыңғай жасайтын процесс. Екіншіден бізде жасуша ішіне кірген кальций иондары қайттан жасуша сыртына шығу керек. Т жүйесіне қайттан түсу керек. Бұл қалай жүреді? Бізде кардиомиоцит мембранасында арнайы кальцийлік натрийлік насос бар. Яғни бұл насостың қызметі бізде натрий иондарын клеткаға кіргізу арқылы кальций иондарын клетка аралық кеңістікке шығару болып табылады. Бірақ дәл бұл моментте кардиомиоцит цитоплазмасы ішінде натрий иондарымен қатар әрекет потенциалының 0-ші фазасында клетка ішіне кірген натрий иондарының концентрациясы өте жоғары болып табылады. Және бұл концентрациялық заңға бағынбайды. Яғни иондар негізінен бізде концентрациясы жоғары жақтан концентрациясы төмен жаққа қарай бағытталу керек еді. Және бұл жерде цитоплазмада еще бізде натрий иондарының концентрациясы
жоғары болып тұрғандықтан бізде бұл насос қызмет атқара алмайды. Енді біз бұл насос қызмет атқару үшін цитоплазмадағы натрий иондарының концентрациясын төмендетуіміз керек. Ол қалай жүреді? Ол бізде келесі бір насостың қызметімен тікелей байланысты. Және бұл насос бізде бірінші сабақта айтқан болатынбыз. Ол натрий калийлік насос. АТФ тәуелді натрий калийлік насос. Яғни бұл насос энергияны пайдалану арқылы клеткааралық кеңістіктен калий иондарын кіргізу арқылы онымен алмастырып натрий иондарын клеткааралық кеңістікке шығарады. Яғни бұл насостың қызметінің арқасында бізде цитоплазмадағы натрий иондарының концентрациясы енді артпайды, керісінше төмендейді. Және бұл төмендету бізде натрий иондарын қайтадан клетка ішіне қабылдау арқылы онымен алмастырып кальций иондарын жасушалық кеңістікке шығаруды қамтамасыз етеді. Яғни төртінші фаза, яғни тыныштық фазасында осы екі насостың жұмыс атқаруы арқасында бастапқы тыныштық жағдайындағы иондардың балансы қайта қалпына келеді. Жалпы механизм осындай. И біз бұл жерде көріп тұрмыз. Актин мен миозин байланысының ыдырауы үшін АТФ энергиясы керек. Саркоплазмалық ретикулум қайтадан өзіне кальций депозитын жинау үшін энергия пайдаланады, АТФ энергиясы керек. Және натрий калийлік насос қызмет атқару үшін бізде АТФ энергиясы керек. Яғни кардиомиоцит жиырылу кезінде иондық баланспен қатар кардиомиоцит жасушасының ішінде энергияның түзілуінде біз қамтамасыз етуіміз керек. Жалпы биохимия курсын еске түсіріп өтсек, кардиомиоцит жасушасы бізде энергияны қайдан пайдаланады? Кардиомиоцит жасушасында энергияның негізгі көзі бұл бізде бос май қышқылдарының бета тотығуы арқылы жүзеге асады. Бұл яғни аэробты процесс. Яғни ол аэробты процесс деген, яғни бұл энергия түзілуіне бізде оттегі қатысады. Және бұл бізде митохондрияда жүретін. Яғни бізде энергия түзілу үшін митохондрияда болсақ, яғни бізде бірінші кезекте митохондрия жұмыс қабілеті нормада болу керек, сақталу керек. Екіншіден қан арқылы бізге оттегі тасымалы және субстраттар тасымалы қалыпты келіп отыру керек. Және бұл субстраттар қандай субстраттар? Бұлар бізде бос май қышқылдары. Екінші кезекте бұл глюкоза. Және үшінші кезекте бұл кетон денелері. Ең негізгі энергия көзі кардиомиоциттер үшін ол бос май қышқылдарының бета тотығуында алынатын энергия. Одан кейін бізде глюкозаның аэробты тотығуы, оттегі жоқ жағдайда ол анаэробты тотығу арқылы энергия аламыз. Және бұл екі субстраттың жетіспеген кезінде біз кетон денелерінің тотығуы кезінде түзілетін энергияны пайдаланатын боламыз. Сонымен қатар бізде АТФ тағы екі механизм бойынша түзіледі. Олар бізде қосымша айтып өтетін болсақ, бұл креатинин фосфат. Мына жерде біз АДФ фосфор қышқылының қалдығы босап шыққандықтан бізде клетка ішінде бос АДФ молекулалары көбейген болатын. Және бұл креатинин фосфат молекуласымен әрекеттесу арқылы креатинин өзінде фосфор қышқылының қалдығын АДФ-ке береді. Және бұл әрі қарай АТФ түзілу және креатинин қалдығының түзілуіне алып келеді. Ал креатинин өз кезегінде қанға бөлініп, әрі қарай зәрмен сыртқа шығарылатын соңғы өнім болып табылады. Сонымен қатар сирек жағдайда тіпті энергия бұл аталған төрт механизмде жұмыс жасамаған кезде бізде соңғы бесінші механизм бар. Ол екі АДФ молекуласынан бір АТФ және бір АМФ молекуласын алу. Бірақ бұл жасуша үшін өте тиімсіз механизм және бұл крайне случайларда қана жүретін процесс болып табылады. Яғни бұның несімен қауіпті? Бұны біз патофизиология курсын талқылаған кезде толық айтып өтетін боламыз. Жалпы жүйелі механизм осындай. Бұл жерде бізде
иондық баланс керек біріншіден, екіншіден энергияның түзілуі қамтамасыз етілуі керек. Сонымен қатар организмде болатын кейбір өзгерістердің жүрегінің жиырылғыштық қасиетіне әсеріне тоқталғым келіп отыр. Яғни біз алғашқы сабағымызда физиологиялық қасиеттерге арналған айтқан болатынбыз. Жүрек етінің жиырылғыштығына әсер ол бізде инотроптық әсер деп аталады, және кейбір өзгерістер бұлар бізде либо оң инотроптық әсер көрсетуі мүмкін, немесе теріс инотроптық әсер көрсетуі мүмкін. Олар қандай әсерлер? Егер бізде ағзада симпатикалық жүйе, яғни симпатроадреналды жүйенің белсенуі жүрсе, сонымен қатар қанда гиперкальцемия болса, яғни кальций иондарының концентрациясы артатын болса, бұл екі әсер бізде оң инотроптық әсер көрсетеді және жүрек кардиомиоциттерінің жиырылу қасиетін арттырады. Ал теріс инотроптық әсер бізде ол парасимпатикалық жүйенің белсенуі, немесе қанда гиперкалемия болса, яғни калий иондарының концентрациясы артса, бұлар бізде теріс инотроптық әсер көрсетеді. Енді бұл механизмдердің қалай жүретініне тоқталсақ. Бірінші кезекте, яғни бұл қанда кальций иондарының концентрациясы артуы, яғни гиперкальцемия бізде жиырылғыштыққа қалай әсер етеді. Егер қанда кальций иондарының концентрациясы артатын болса, онда ол тошаралық кеңістікте де кальций иондарының артуына алып келеді. И сәйкесінше плато кезеңінде біз L типті кальций каналдары арқылы қалыптыға қарағанда көбірек кальций иондары бізде кардиомиоцит цитоплазмасына түседі. И бұл түскеннен кейін әрі қарай босаңситын тропонин тропомиозин комплексінде саны артып, яғни жиырылуға қатысатын актин миозин комплексінде саны артады. Яғни бұл деген бізде негізінен нормада бізде кардиомиоциттерде болатын барлық актин миозин белоктары бұл жиырылуға қатыспайтын. Тек бұл жерде түскен кальций иондарының концентрациясына қарай босаңсыған актин белоктары мен миозин белоктарының жиырылуға қатысу жүреді, және бұл бізде нормада қан айдауды қамтамасыз ете алатын. Ал қалған бөліктері, аздаған бөліктері бұл бізде әлі тропонин тропомиозин белогымен байланысқан күйде қалып, ол қосымша қандай да бір патология болған жағдайда компенсаторлы механизм ретінде іске қосылатын. Яғни бұл жерде плюс жаңа қосымша механизмдер де іске қосылады, және актин миозин белоктары жиырылуға қатысатын бос активті формалары артады, и сәйкесінде бізде бұл жиырылғыштықтың артуына алып келеді. Ал калий иондарының концентрациясының артуы бізде қалай теріс инотроптық әсер көрсетеді. Бұл яғни тыныштық фазасындағы АТФ тәуелді натрий калий насосының қызметімен тікелей байланысты. Егер бізде калий иондарының концентрациясы артатын болса, қанда ол сәйкесінше жасушааралық кеңістікте де калий иондарының концентрациясының артуына алып келеді. Сол себептен тыныштық фазасында бізде яғни АТФ молекуласы арқылы АТФ тәуелді натрий калий насосы арқылы бұл жерде бізде калий иондарының клетка ішіне түсуі артады. И сәйкесінше неғұрлым көп калий иондары түскен сайын бізде цитоплазмадан соғұрлым көп натрий иондары шығарылады. И натрий иондарының концентрациясы бізде клетка ішінде қатты төмендеп кетеді. И сәйкесінше ол компенсациялау үшін бізде энергияға тәуелсіз кальций натрий иондар насосы арқылы бізде ол көбірек натрий иондары жасуша ішіне кіре бастайды. И бұл өз кезегінде цитоплазмадан кальций иондарының көптеп шығарылуына алып келеді. И бізде кальций иондарының концентрациясы төмендеп кетеді кардиомиоциттердің ішінде. Және келесі жиырылуда бізде нормаға қарағанда аз кальций иондары жинақталады. И сәйкесінше бұл әрі қарай тропонин тропомиозин белоктарымен байланысатын кальций иондарының төмендеуіне алып келеді. Сәйкесінше активті актин белоктарының саны төмендейді. И неғұрлым аз филаментте жиырылған сайын, яғни оның кардиомиоциттердің жиырылғыштық күші де соғұрлым төмендеп кетеді. Енді симпатикалық және парасимпатикалық жүйенің қатысына келсек. Жалпы бізде кардиомиоциттерде
бета 1 адренорецепторлар болады. Бұл рецепторлар, яғни бізде симпатоадреналды жүйемен байланысып жатыр. Яғни симпатоадреналды жүйенің ұшынан адреналин медиаторлары бөлініп, бета 1 рецепторын активтейді. Бета 1 рецепторлар, яғни бірінші кезектегі бұл GS белоктармен байланысқан күйде болады. Яғни бета 1 рецепторы активтелді, ол әрі қарай GS белогының активтелуіне алып келеді, және ол өз кезегінде кардиомиоцитің мембранасымен байланысып жатқан аденилат циклаза ферментінің белсенуіне алып келеді. Аденилат циклаза ол негізінен АТФ-ті циклды АМФ-ке дейін ыдырататын фермент. Яғни аденилат циклаза белсенді, и бұл АТФ-тің циклды АМФ-ке дейін босаңсуына алып келеді. Егер бізде цитоплазмада циклды АМФ-тің концентрациясы артатын болса, ол өз кезегінде протеин киназа А ферментінің белсенуіне алып келеді. Яғни бұл жерде бізде маңызды осы фермент болып тұр. Яғни бета 1 рецепторының белсенуі, бұл бізде осы тізбек арқылы протеин киназа А ферментінің белсенуіне алып келді. Ал бұл фермент бізде қандай рөл ойнайды? Бұл фермент бірінші кезекте L типті кальций каналдарының өткізгіштігін арттырады. Сәйкесінше плато кезеңінде неғұрлым көп кальций иондарының жасуша ішіне түсуіне алып келеді. Және бұл әрі қарай жаңа айтып өткенімізде кальций иондары неғұрлым артқан сайын оның жиырылғыштық күші де соғұрлым арта түседі. Бұл симпатоадреналды жүйенің оң инотроптық әсерінің бірінші механизмі. Екінші механизмі қандай? Екінші механизмі бізде келесідей болады. Жалпы бізде саркоплазмалы ретикулумда АТФ тәуелді кальций насосымен байланысып жатқан белок болады. Бұл белок бізде фосфоламбан деп аталады. Бұл фосфоламбан. Яғни бұл белоктың маңызы неде? Фосфоламбан бұл бізде АТФ тәуелді кальций каналдарының қызметіне теріс әсер етеді. Ал протеин киназа А дәл осы фосфоламбан белогының қызметіне белсендендіруші әсер етеді. Яғни егер протеин киназа альфа бізде белсенді, ол барытта өз кезінде фосфоламбан белогының белсенуіне алып келеді. Яғни бұл белсенген кезде, яғни ол өзінің қызметін арттыра түседі, яғни АТФ тәуелді кальций насостарының қызметін төмендетеді. Сәйкесінше цитоплазмада кальций иондарының саркоплазмалы ретикулумға кіруі төмендетсе, и цитоплазмада кальций иондарының концентрациясы артады, яғни сақталып қалады, ол төмендемейді, өзінің бастапқы қалпында қалады. Сәйкесінше келесі жиырылу кезінде L типті кальций каналдарынан көбірек кальций иондары түскеннен кейін бұл сақталып тұрған концентрация одан әрі қарай арта түседі. Сәйкесінше келесі жиырылу кезінде бұл кардиомиоциттердің жиырылғыштық күшін арттыра түседі. Яғни бұл бізде екінші механизм болды, бірінші механизм. Сонымен қатар протеин киназаны әсер ететін үшінші механизмі бар. Бұл жалпы келесідей ферменттерді активтеу, олар бізде фосфолипаза, липаза және креатинин фосфолипаза ферменттері. Протеин киназа дәл осы ферменттерінің белсенуіне алып келеді. Ал бұл ферменттердің қызметі не деді? Ол қан арқылы келетін гликоген және май липидтердің субстраттарға дейін ыдырауына алып келетін ферменттер еді. Яғни бұл ферменттердің белсенуі бізде митохондрияда түзілетін энергияға қатысатын субстраттардың санын
яғни бос субстраттардың санын соғұрлым арттыра түседі. И сәйкесінше бізде бұл кезде жеткілікті түрде бұл ферменттер әрі қарай түсіретін АТФ энергиясының жоғары концентрациясын қамтамасыз етеді. И сәйкесінше жиылуға қажетті АТФ энергиясы көбірек түсіледі. Біз білеміз, жаңа бұған дейін біз 3 жерде АТФ молекуласын пайдаланатын моменттерді айтып өттік. Олар бізде калий натрий насосының қызметіне керек, саркоплазмалық ретикулумдағы АТФ тәуелдік кальций иондарына керек. Сонымен қатар актин мен миозин белогында миозин басымен байланысатын АТФ молекуласы керек. Және төртінші бізде бұл аденилат циклаза ферментінің субстраты болып табылатын АТФ молекуласы. Яғни осы төрт жерде пайдаланатын АТФ молекуласы бізде осы субстраттардан түсіретін энергиямен қамтамасыз етіледі. Жалпы бұл бізде үшінші механизм. Сонымен қатар протеин киназа ферментінің әсер ететін төртінші орны бар. Төртінші орын ол бізде рианодиндік рецепторлардың кальций иондарына сезімталдығын арттыру болып табылады. Яғни ол оң әсер етеді. Протеин киназа белсенген сайын бізде кальций иондарының рианодиндік рецепторларға әсер ету күші соғұрлым арта түседі. Сәйкесінше саркоплазмалық ретикулумнан соғұрлым көп кальций иондары босап шығады. Және ол әрі қарай жиылғыштық күшін арттыруына алып келеді. Жалпы протеин киназаның әсер ететін төрт орны. Яғни тағы бір рет қайталап өтсек, олар бірінші L типті кальций каналдарының кальций иондарына өткізгіштігін арттыру. Бірінші. Одан кейін екінші саркоплазмалық ретикулумдағы АТФ тәуелді кальций насостарының қызметін төмендететін фосфоламбан белоктарын активтеу. Үшіншіден энергия түсуге қатысатын фосфолипаза, липаза секілді ферменттердің белсенділігін арттыру, сол арқылы жиылуға қажетті АТФ энергиясын қамтамасыз ету. Төртінші рианодиндік рецепторлардың кальцийге сезімталдығын арттыру арқылы саркоплазмалық ретикулумнан жеткілікті мөлшерде кальций иондарының босап шығуын қамтамасыз ету. Бұл жалпы төрт механизм бұл симпатоадреналды жүйенің белсенуінің салдарынан болатын оң инотроптық әсерді сипаттау болып табылатын. Және соңғысы бізде парасимпатикалық жүйе белсенген кезде оның теріс инотроптық әсерін сипаттасақ. Яғни ол бізде қалай жүреді? Бізде кардиомиоциттерде сонымен қатар парасимпатикалық жүйенің М2 рецепторлары бар. Яғни бізде парасимпатикалық жүйеден медиаторлар босап шыққан кезде, яғни бұлар бізде ацетилхолиндер босап шыққан кезде М2 рецепторларының белсенуі орын алады. Олар негізінен GI белоктарымен байланысқан. Және GI белоктары ол аденилат циклазаның белсенділігін төмендету қызметін атқарады. Жалпы аденилат циклаза ферменті белсенділігі төмендесе, яғни АТФ-тен циклда АМФ түсілу төмендейді. Циклда АМФ төмендеген соң протеин киназа А ферментінің белсенділігі де төмендеп кетеді. Және протеин А киназа әсер ететін барлық механизмдер төмендейді. Ол яғни L типті кальций каналдарының кальцийге өткізгіштігі төмендейді. Рианодиндік рецепторлардың кальцийге сезімталдығы төмендейді. Фосфоламбанның белсенділігінің төмендеуіне алып келеді және АТФ энергиясының түзілуіне қатысатын ферменттердің белсенділігінің төмендеуіне алып келеді. Дәл осылай бізде парасимпатикалық жүйенің белсенуі теріс инотроптық әсер көрсетеді. Сонымен қатар жүрек кардиомиоциттерінің жиырылғыштығының кейбір ерекшеліктеріне тоқталып өтсек. Ол ерекшеліктер келесідей. Алғашқысы ол Боуджис заңдылығы. Яғни жүрек кардиомиоциттері Боуджис заңдылығы бойынша жиырылады. Ол заңдылық не дейді? Түгел немесе түгі жоқ. Яғни бізде білеміз, бірінші сабақта айтқанымыздай, жүрек кардиомиоциттерінің әрекет потенциалы. Олардың қозу табалдырығы минус 85 милливольт деңгейінде тұғын. Егер де осы қозу табалдырығынан жоғары кез келген тітіркендіргіш әсер етсе, ол тітіркендіргіштегі кардиомиоциттер бар күшін салып жауап береді.
оның амплитудасы артқан сайын оның күші өзгермейді, яғни тұрақты сақталады. Оған бар керегі ол табалдырықтан жоғары болса болды. Ал табалдырықтан төмен импульстер әсер ететін болса, ол оған жиырылу жауабын бермейді. Яғни түгел немесе түгі жоқ деген осы. Қозу табалдырығынан төмен ешқандай тітіркендіргіштерге жауап бермейді. Ал қозу табалдырығынан жоғарыға кез келген тітіркендіргішке ол бар күшімен жауап береді. Және оның тітіркендіргіштің күшін арттыру оның жиырылу жауабын артуына алып келмейді. Яғни бұл бірінші ерекшелігі Боудис заңдылығы. Бұл заңдылықтың берілуіне де, яғни бұл жүрек кардиомиоцитері мен қаңқа ет талшықтарының ерекшелігінің сипаттау үшін қолданылған. Яғни егер біз қаңқа етіне әсер ететін тітіркендіргіштің күшін арттырған сайын, олардың негізінен жиырылғыштық қабілеті де соғұрлым арта түсетін, бірақ кардиомиоциттерде ол заңдылыққа бағынбайды. Бұл алғашқы ерекшелігі. Бірақ кейде жүрек кардиомиоциттерінде бұл заңға бағынбайтын моменттер де болады. Ол моментте бізде Боудис сатысы деп берген. Боудис сатысының ерекшелігі неде? Яғни ол заңдылық айтады, жүректің жиырылу жиілігін егер біртіндеп арттыратын болсақ, ол келесі жиырылу кезіндегі кардиомиоциттердің жиырылғыштық қасиетінің артуына алып келеді деді. Яғни бұның ерекшелігі неде? Осыны қарастыратын болсақ, жаңа біз айттық, жүрек кардиомиоциттерінде, яғни әрекет потенциалының 4-ші фазасында бізде иондық баланстың бастапқы қалпына келуі болады. Және ол бастапқы қалпына келу бізде екі насостың қызметіне тәуелді болатын. Олар АТФ тәуелді натрий-калий каналы және АТФ энергиясына тәуелсіз натрий-кальций каналдары. Яғни 4-ші тыныштық фазасында бізде АТФ энергиясын пайдалану арқылы калий иондары клетка ішіне кіреді, натрий иондары сыртына шығады. Ал осы кезде натрий иондарының концентрациясы төмендейтіндіктен ол натрий-кальций насостарының қызметінің активтеуіне әкеліп, клетканың ішіне натрий иондарының кіру есебінен кальций иондарының шашы сыртына шығу орын алатын тұғын. Бірақ 4-ші кезеңде, яғни бізде синатриалды түйіннен келетін импульстердің жиілігі артатын болса, яғни ол бізде жүректің жиырылу жиілігінің артуына алып келеді. Сәйкесінше жүректің жиырылу жиілігі неғұрлым артқан сайын 4-ші фазаның соғұрлым қысқаруы жүреді. Яғни бұл жерде бұл примерно мысалы 0,3 секунд болса, келесіде ол 0,2 секундқа дейін қысқарады, келесі ол 0,5 секунд. Осылай бізде 4-ші тыныштық фазасының қысқаруы жүреді. Яғни бұл фаза неғұрлым қысқарған сайын бізде кальций иондарының шашы сыртына шығуы соғұрлым төмендей түседі. Яғни келесі фазаларда ол кальций иондарының концентрациясының алдыңғы фазаға қарағанда жоғарырақ болуына алып келеді. Яғни біз жоғарыда жаңа механизмде айтып өттік, неғұрлым кардиомиоцит жасушасының ішінде кальций ионының мөлшері жоғары болған сайын, ол жиырылғыштықтың соғұрлым күшті болуына алып келеді. Және бұл заңдылық бізде Боудис сатысы деп атайды. Яғни Боудис сатысы не дейді? Жүректің жиырылу жиілігі неғұрлым артқан сайын, кардиомиоциттердің жиырылу күші де соғұрлым арта түседі. Және бұл 4-ші тыныштық фазасының қысқаруымен тікелей байланысты. Және соңғысы бұл бізде Франк-Сталинг заңы. Франк-Сталинг заңы не дейді? Франк-Сталинг заңы бойынша бұл бізде айтады, диастола кезеңінде камералардың ішіндегі қан көлемі артып, камералар неғұрлым созылған сайын, келесі систола кезеңінде жүрек еттенің жиырылғыштығы соғұрлым арта түседі дейді. Яғни бұның механизмі қандай? Келесі сызбада бізде көлем жиырылу градиенті берілген. Яғни көлем неғұрлым артқан сайын, кардиомиоциттердің жиырылғыштығы да соғұрлым арта түседі дейді. Яғни бұны біз жасуша деңгейінде қарастырсақ,
Системаның соңына қарай камералар өздеріне қандай айдап біткеннен кейін олардың іші бос қалады, яғни олардың ішінде ешқандай көлем жоқ, және олардың созылғыштығы болмайды. Бұл кезде жиырылудан кейінгі босаңсыған кардиомиоциттердегі актин-миозин комплексінің халі осындай болады, яғни актиннің ұштары бір-біріне кіріп орналасқан, және оларда уже әрі қарай жиырылуына ыңғай келмейді, яғни миозин бастары уже әрі қарай оларды жылжыту халіне жетпейді, өйткені рецепторлардың орналасуының соңғы шекарасында тұр олар. Яғни әрі қарай тартып жиырылатын бізде актин рецепторлары жоқ, актинде миозин рецепторлары, сол себепті де бұл кезде жиырылу да сәйкесінше нөлге тең болады. Бірақ әрі қарай диастала кезеңінде камераларға келетін қан көлемі артқан сайын енді олардың қабырғасы созыла бастайды. Сәйкесінше оның қабырғасындағы кардиомиоциттер де саркомерлер созылады. Созылған сайын ол жерде актин-миозин комплексінің арасындағы, яғни екі актин филаменттерінің арасындағы арақашықтықта жайлап созылып арта бастайды. Бұл кезде сәйкесінше қосымша миозиндік учаскелер, бос миозиндік учаскелердің саны арта түседі. Бұл кезде егер дәл осы сәтте жиырылу болатын болса, яғни уже бізде жүрек қабырғасының еті жиырылуға қабілетті. Ол дәл осы кезде импульс келетін болса, уже ол жиырылып, ол көлем 0 кезге қарағанда күштірек жиырылумен ответ береді. Және одан әрі қарай көлем неғұрлым артқан сайын және оның оптималды деңгейіне жеткен кезде, бұл кезде ең күшті жиырылу жауабы болады. Яғни бұны біз оптималды жиырылу көлемі деп атаймыз. Яғни ол өзінің оптималды көлеміне жеткен кезде және жүрек камералары дәл осы оптималды созылу жағдайына келген кезде, бұл кезде актин мен миозин байланыстары дәл тұспа-тұс келеді де. Бұл кезде егер импульс келіп жиырылу орын алатын болса, онда ол осы кезде ең күшті жиырылу жауабымен жауап береді. Бірақ бұл оптималды күштен әрі қарай уже көлем артқан сайын оның жиырылғыштық қабілеті енді төмендей бастайды. Яғни Франк-Стайлинг заңы бұл барлық көлемге қатысты емес. Ол тек оптималды көлемге дейін ғана бағынады. Ал уже оптималды көлемнен әрі қарай артып кететін болса, яғни жүрек камералары шектенсіз созылып кететін болса, онда әрі қарай оның жиырылғыштық күші төмендейді. Ол не себептен болады? Себебі жүрек камералары қатты созылып кетсе, онда кардиомиоциттердегі жиырылғыш филаменттерінде арақашықтығы бір-бірінен соғұрлым артып кетеді, яғни бір-біріне алшақтап кетеді. Бұл кезде актин мен миозиннің байланысуы учаскелері өте азайып кетеді. Яғни жалпы мына жерде 10 актин-миозиндік участке болса, оның қазіргі кезде мысалы 3 ғана байланысуға қабілетті бір-бірімен. Яғни ол 3 ғана бірігіп бір-біріне тартылса, ол чем 10 филаментте бірде бірігіп тартылғанға қарағанда әлсіз ответ болады. Дұрыс па? Дәл осылай көлем неғұрлым артқан сайын ары қарап байланысатын учаскелердің саны соғұрлым азая түседі. Ең соңында ол вообще қатты созылып кетсе, уже жиырылғыштық ол төмендеп нөлге тең болады. Франк-Стайлинг заңы осылай. Осымен біздің бүгінгі жүрек етінің жиырылғыштығы қасиетіне арналған сабағымыз өз соңына жетті. Бүгінгі сабағымызда айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.